барлық адамға Алла тағаладан кешірім келеді. Барлық адамға. Тек қана 3 адамды Алла кешірмейді дейді. Осы оразада 3 адамды кешірмейді. Біреуі араққа беріліп, содан шыға алмай жатқан адам дейді. Біреуі ата-анасына ақ болған адам. Ата-анасына ақ болу деген қандай екенін білесіз ба? Егер әкеңізге "ей сен" деп сөйлесеңіз, дауыс көтеріп, сіз ақ боласыз. Сіздің көтерген қолыңыздың дұғасы қабыл болмайды. Оқыған намазыңыз да қабыл болмайды. Ата-анаға ақ болу дегеніміз ата-ананың көңілін қалдыру деген сөз. Көп балалар бар, қыздар бар. Ата-анасына сенсіреп, жекіп сөйлейді. Қол көтеретіндер де бар. Бұл ата-анасына ақ болу, бауырлар. Ол адам жәннат түгіл жәннаттың иісін иіскемейді. Оразада барлық адамның күнәсін кешірсе де, ол кісі 1000 ракағаттап күніге намаз оқыса да Алла оны кешірмейді де қабыл етпейді. Үшінші адам ұрсып қалып жараспай отырған адам дейді. Ұрсып қалып өзінің жақыныменен, соныменен жараспаған адамды да Алла тағала оразадағы күнәсінің кешірімін береді.